Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен қазақ тілінде сіз естімеген ұғымдар туралы айтатын боламыз. Тілімізде мүлдем естімеген сөздерді кездестіруіңіз ғажап емес. Кей сөздер белсенді қолданыстан шығып қалса, кей сөздер заман ағымымен көнерген болуы мүмкін. Бүгінгі материалымызда қазақ тілінде сіз естімеген ұғымдар туралы айтатын боламыз. Айыр көмей жез таңдай ұғымындағы жез таңдай тіркесін естіп жүрміз. Бірақ айыр көмей тіркесі көп естіле бермейді. Қазақы ортада аса ділмар, жұрттан озған деген атауды білдіреді екен. Ант сүйек деген сөз сіздің қолданысыңызда бар ма? Атаулар сөздігінде соғымға сойылған мал етінің сақталған ең соңғы кәделі мүшесі. Бодық деген атауды білесіз бе? Сөздікте отқа қыздырылған тас арқылы пісірілген бітеу ет. Бұл сөз қазір мейрамханаларда қолданып жүрген стейк деген сөзге балама болуға жарайды. Сіздермен болған Әсем Нұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.